17 ғасырда Тәуке ханның мөрі бүгінгі Визадан да құдіретті болғанын білесіз бе? Осы релісте Түркістан мен Бұхараның орта ғасырлық картасына өңіліп, бір параққа сыйған 300 жыл бұрынғы құпиясын танимыз. Қос қаланың көне картадағы тарихын археолог ғалым профессор Мұхтар Қожа Бұхара төрінен баяндайды. Түркістанның ең алғашқы сызбасы картасын зерттеу барысында біздің анықтағанымыз ол бір қағаздың бетінде екен, бір жағында Түркістан, бір жағында Бұхараның сызбасы. Және сол Түркістанның сызбасы бейнеленген жерде Тәуке ханның мөрі болған екен. 1694 жылы Федор Скибин бастаған елшілік Түркістанға келеді. Елшілер Тәуке хан ордасында бір жылдан аса бөгеледі. Оларды бір жылдан аса уақыт ұстайды. Орнына рұқсат беріп қайтарғанда жаңағы қағазға, сол кезде өзі сондай дәстүр болған қазақ хандары, жаңағы жарлық деген сияқты бір қағаздың бетіне өзінің мөрін баса, ол жаңағыдай жүруге емін еркін оны ешкім кедергі келтірмесін деген сияқты сондай сертификат, лицензия дейміз қазіргі тілмен айтқанда, сондай қағаз берілген. Елшілер деген тыңшылық қызметі атқарады, солар шыға салысымен сол жерден қаланың үстіндегі біздің Түркістанның 17 ғасырдағы сызбасын салған. Ол өте бір құнды дүние. Соның арқасында біз үлкен бір ғимарат Қожа Ахмет Яссауи сызылған, керуен сарай, хандардың орны, ханов дейді, хандардың орындары жаңағы керуен сарай, базардың орны, сондай үлкен орындар бәрі белгіленген. Сосын олардың жолы бізден байқауымыз бойынша осы Бұхара қаласына келген. Бұл жерде де жаңа картаның екінші беттегі картаны қарасақ, жаңа қақпаның алдына Бұхараның қазақ ордасы, яғни кейін қазақ ордасынан келген жолын көрсетілген ол жерде. Бұхара жоспарында қақпалар, мешіт медреселер, хауыздар мен қала ішіндегі маңызды нысандар белгіленген. Ғалымның пайымдауынша, осы картада Кальян мұнарасының көне бейнесі де сақталған. Кальян деген сөздің өзі үлкен, ұлық мұнара деген білдіреді. Соның мен ойлаймын, одан бұрын ол ешқандай жерде суреті болмаған. Бұл бірінші рет осы Кальян мұнарасының бірінші суреті салынып отыр. Және қарасаңыз өте ұқсайды мынаған, бір-біріне айнымайды. Бұл видеоның ғылыми өзегі Қожа Ахмет Яссауи университетінің профессоры Мұхтар Қожа бастаған ғалымдар тобының Скопус тізіміндегі журналда жарияланған мақаласы. Сұхбатты Бұхарада Қазақстан, Өзбекстан президенттерінің ізімен атты арнайы экспедиция кезінде жазып алдық. Сапарды Айғақ телерадиокомпаниясы ұйымдастырды. Делегацияны Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Дулат Әбіш бастап барды. Біз Бұхарамен Түркістан облысы бауырлас қала болдық. Самарқанмен бауырлас болып жатырық, Ташкентмен араласып жатырық. Осы қарым-қатынас, бұл достық қарым-қатынас. Соны жалғастыру мақсатында жалпы қоғам мүшелері, яғни ғалымдар, журналистер, зиялы қауым өкілдерінен құралған осы делегация біз көрші елге бара жатырмыз.